Жетісу облысындағы Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде жабайы жануарлар мен аңдар көбейіп келеді. Мысалы, 2019 жылы 1700-ден аса бұғы болса, былтыр олардың саны тағы 130-ға артты. Бұғымен қатар елік, тауешкі, қоңыр аю және доңыздардың да өсімі байқалады. Аң құсты көздің қарашығындай қорғайтын парк қызметкерлері кезекті санақ жұмыстарын бастады. Кеп мына жерлердің суға келген ғой, шүрмен жүрген. Санаққа шыққан Кәрім Жапарғалиұлы мен Сергей Давыдченко бірден еліктің ізіне түсті. Кәнігі мамандар Сарқан өзенінен көп ұзамай-ақ жануарлардың бір шоғырын кезіктірді. Аймақты мекендейтін аң құс кейінгі кезде жиі көзге түсетін болған. У нас хорошо прибавились теки. Бізде текелердің саны артып келеді. Бұрын 50 шақты болса, қазір 200-ден асты. Маралдың өсімі де сондай. Әсіресе кейінгі жылдары аю көбейді. Ертеректе 2 қонжықтан туса, қазір 3-тен ертіп жүретін болған. Бұл қоректік азығының жеткілікті екенін айғақтайды. Сарқан филиалының аумағында ғана 44 аю бар. Жоңғар Алатауы мемлекеттік табиғи парк. Жануарлар дүниесі мониторингі, ізі жануардың түрі. Мемлекеттік инспекторлар санақ жұмыстарына ақылды технологияны қолданады. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасымен берген геонавигациялық құрылғы 2 жыл бойы сынақтан өткізілді. Нәтижесінде жануарлардың тіршілік ететін ортасы дәлме-дәл анықталып, картаға түсірілді. Ақпарат негізгі компьютерге көшіріліп, мәлімет қоры жинақталып жатыр. Бұл мемлекеттік инспекторлардың біріншіден жұмысын жеңілдетеді, жұмысының нақтылығын көрсетеді. Өйткені мемлекеттік инспектор рейдке барған кезде қанша шақырым жүрді, қанша күн жүрді, барлығы осы смартта нақты көрсетіледі. Екінші тиімділігі, базаға жиналғаннан кейін әрқашанда бұл базаның қолжетімділігі. Қажет мәліметтерді уақытын қойсаңыз, тура сол күнгі мәліметті әрқашан тез алып шығуға болады. Көлемі жағынан елімізде 3-ші орын алатын ұлттық паркте 200-ден аса адам жұмыс істейді. Олардың ұзақ жылғы еселі еңбегінің нәтижесінде Жетісу Алатауының тұмса табиғаты сол қалпында сақталып отыр. Қазір аталған аумақты сүтқоректілердің 50, құстардың 170 түрі мекендейді. Саладағылар жануарлары әлемін қаскөйлерден ғана емес, тілсіз жаудан да қорғайды. Кіші Басқан өзенінің бойында 5 көпір бар. Биыл соның 3-ін парк қызметкерлері қалпына келтіреді. Сол арқылы мынандай тянь-тянь шыршасы өсетін аумаққа қарай жол ашып, жасыл желекті өрттен қорғау жұмыстарын жүргізбек. Тынығушыларға Жетісу Алатауын аралату үшін ұлттық парк тарапынан 10 шақты туристік бағыт әзірленген. Биыл олардың қатары тағы 2-мен толығады. Наиболее перспективным туристическим маршрутом является. Туристердің көбі Жасылкөлді көргісі келеді. Сондықтан осы бағытты дамытамыз. Яғни Алакөлден Жасылкөлге баратын маршрут дайындадық. Тополевка ауылында жергілікті әкімдік туристік орталық ашуды жоспарлап отыр. Сол елді мекеннен де бірнеше туристік бағытқа баруға болады. Былтыр ұлттық паркке 3000-нан аса турист келген. Жаңа бағыт ашу арқылы келушілер санын 1,5 мыңға көбейту жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысынан.